құрметті оқушылар, үйге берілген тақырыпты айқындап айтып кетейікші. Кәдімгі кім айтады? Айша? 12-ші параграф Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Жақсы. Үйге тапсырма ретінде не беріліп еді? Кәдімгі қайсымыз айтамыз? Айжан? Сол параграф Сұрақтар дайындау. Бірінші тақырыпша туралы. Бірінші тақырыпшамыз бізде қандай еді? Түркістан автономиясы туралы сұрақ дайындап кел деген. Ал енді дайындап келдік қой. Топтық жұмыс, сол себептен де енді мен бұл үй тапсырмасына серпілген сауал әдісін алып отырмын. Әрбір топ келесі топқа сұрақ қояды. Және де сол қойылған сұраққа қаншама дәлірек, жақсылай ашып, жаңағы толықтай жауап алатын болды ма, жауап берді ма, бермеді ма, сол жағын өздері бағалап отырады. Келісеміз ғой. Ал бастаймыз. Бірінші топ. Кәдімгі қай топ бергісі келіп отыр? Кәдімгі қайсан? Төртінші топқа бере бер. Түркістан автономиясы қай жылы құрылды? Түркістан автономиясы қай жылы құрылды дейді. Иә, Назерке? 1917 жылы қарашада. Жақсы. Енді келесі топ. Қоя берсеңдерші. Кәдімгі. 1918 жылы 4-7 ақпан аралығында қанша мыңнан астам бейбіт тұрғын өлтірілді. Жақсы. Мына топтан Мыңнан астам бейбіт өлтірілді. жарайсыңдар. Ал келесі топ. Айжан? Түркістан автономия үкіметін кімдер басқарды? Кәдімгі Арман? Біріншісі Тынышбаев басқарды, содан Мұхамеджан Тынышбаев? содан кейін Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқай, жарайсыңдар. Тағы да. Кәдімгі келесі топқа сұрақ. 1917 жылы қарашада өткен төтенше мұсылман съезінде қандай шешім қабылданды? Төтенше мұсылман съезінде мына топқа беріліп отыр. Кәдімгі Абзагүл? Құру туралы шешім қабылданды. Жақсы. Сұрақ. Келесі топ қоямыз. Қайсан? Жазалау шараларына армяндардың қандай саяси партиясының мүшелері қатысты? Иә, жазалау шараларына қандай ұлттың? Кәдімгі Назерке? Дашнақтың саяси партиясының мүшелері қатысты. Жақсы. Сұрақ тез, Аятжан? Мұстафа Шоқай қандай идеясын қозғады? Қандай идеяны Мұстафа Шоқай қозғады дейді, иә? Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктіріп, оны демократиялық ресейге қосты. Аға, федерация ретінде, Ресей Федерациясына қосылу, солай ма? Иә, жарайсың. Кәдімгі Айша? Түркістан автономиялық кеңесі социалистік республикасы 1918 жылдың қай айында жарияланды? Кәдімгі қайсымыз? Айтамыз? Сұрақты қайталап жібер дейді. Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы 1918 жылдың қай айында жарияланды? Қай айында? Кәмәсел? Қай айында? 1918 Айында. Жарайсыңдар, керемет. Кәдімгі тез жылдан бірінші топтар, екінші топты бағалап жіберіңдерші тез. Үй тапсырмасына қалай дайындалыпты? Бір-екі ауыз сөз. Тез. Жақсы. Сендер? Керемет. Қанағаттанып оттай. өте күшті. Өте күшті. Жақсы, жарайсыңдар. Ал құрметті оқушылар, үй тапсырмасына керемет дайындалып келіпсіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Соның ішіндегі бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы Алашорда үкіметі мен Түркістан автономиясының идеялары неліктен жүзеге аспай қалды? Осы сұрақты біз сабақ барысында талқылап қарастыратын боламыз. Ал енді, құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа мақсат қойып алайықшы, кәдімгі не қарастырады екенбіз? Қол көтеретіндер бар ма? Кәдімгі Гүлсезім? Алашорда үкіметінің құрылуы және олардың жүргізген саясаты туралы білетін боламыз. Жарайсың тағы да. Екінші, кәдімгі Айша? Түркістан
Түркістан автономиясының ұстанған идеялары туралы белгіледі. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, жақсы оқулықпен жұмыс. Оқулықпен жұмыс болған кезде тез арада бізде алдымен Түркістан автономиясы мен Алаш автономиясының территориясын карта арқылы біліп оқулықтан тауып алайық. Ашамыз, іздестіре бастаңдар. Ал енді мына жерде терминологиялық алла тұр мынауны жазып берсең, қай жылы құрылды және қайсақ сен Александр жазып берсең. Алаш автономиясы қай жерде құрылды терминологиялық. Екеуіне жеке тапсырма, қалғандарымыз кәдімгі оқулықтан тез табайық, қай жерде орналасқан екен. Аумағын көрсетсеңдер. Анаға өкінішке жаза берсең болады. Бірге қақымен сұр. Оқулықтар табамыз. Тағы нақтылап кетейік. Аумағын қарастырып. Картадан көріп отырсыңдар, балалар мына Алаш автономиясы көріп тұр. Және Түркістан автономиясы. Маған оқулықтан осы аумақтарды атап берсеңіздер. Қай топ дайын болады, тез арада қол көтереміз. Дайынсыңдар ма бірінші топ? Алаш автономиясына кірістер, аумағы туралы кәмге айта ғой. Алаш автономиясы Бөкей Ордасы, Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстары кірді. Ол Қазақстанның батыс, солтүстік, шығыс бөліктері. Жақсы. Және орталығы да бар, я? Жарайсыңдар. Ал енді Түркістан автономиясының орналасқан аумағын қайсымыз айтып береміз? Кәмге? Түркістанға. Далия, басаш кәмге. Барлық қорқып отырсыңдар ма? Басаш кәмге. Түркістан автономиясы. Қартаға қарсыңыз, қартаға тұры. Ташкент. Қоқан. Сода Қазақстанның оңтүстік шығысы мен оңтүстігі, кіріп отыр. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жақсы, жарайсың. Отырамыз. Ал енді, құрметті оқушылар, біз мынау Мұстафа Шоқай қоғам қайраткері екенін білеміз. Енді біраз танысып кетіңдерші. Өздерің оқып алыңдар. Көріне ма бақыттарыңа? Мұстафа Шоқай бұл 25 желтоқсан 1890 жылы Нашоқы деген жерде дүниеге келген, ал 1941 жылы Берлин қаласында қайтыс болды. Қоғам және мемлекет қайраткері. Ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс тілдерін білетін болған, Санкт-Петербург императорлық университетінің заң факультетін бітірген. Ал енді қаншама тілді біліп тұр. Бұл жерде әрине қазақшаны қосатын болсақ, қазақ тілін, ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс және қазақ болатын болса, 6 тілді 7 меңгерген қоғам қайраткері. Көрдіңдер ма? Ал енді оқып болдыңдар ма? Келесімен танысайық. Енді Түркістан автономиясы қалай құрылды екен қарап шығыңдаршы.
Сонда Түркістан автономиясы 1917 жылы 28 қарашада Ресей мемлекеті құрамында құрылған автономиялы мемлекет дейді. Сонда бұл кеңестік биліктің Түркістан халықтарының өзін өзі басқару құқығын мойындамауы түрткі болды. Түркістан автономиясы 3-ші Түркістан өлкелік кеңестер съезі кеңес билігі орнағаннан кейін Түркістан халық комиссарлары кеңесінің құрылғанын және соның қолына өтетіндігін мәлімдеді дейді. Жақсы. Енді былай жасайық. 3 жақты түсіндірме күнделігі әдісі бойынша балалар қазір мен парақтар беремін. Сонда ең маңызды ақпаратты оқулықпен бүгінгі сабағымыздың ең маңызды ақпаратын іздеп табады. Бірінші топ сендерге беріледі. Ең маңызды ақпарат. Келесі топ неге, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Екінші, үшінші топ тек қана сұрақтар. Түркістан автономиясы туралы және де тез арада ең маңызды ақпарат сендер үшін. Тез орындап жазамыз. А сендер сұрақ дайындайсыздар. Бүгінгі сабағымызға қатысты ең мына екінші тақырыптан жасойын. Сен андыршыға жаңа мен саған берген алаш автономиясын кәдімгі болды. Ал жасай береміз. Жаңа мен сіздерге сұрақ. Жоқ, маңыздақтар емес. Сұрақтар қоясыңдар. Сұрақтар қоясыңдар. Ал болды. Жақсы. Кәні Аятжан. Ал балар бір минут. Жаңа екі оқушыға екі тапсырма беріліп еді. Аятжан, кәнекей, маған оқып берші, не берілген екен. Бүгін сендерге таныстырма ақпарат болады. Кәнекей, оқы. Қолыңа ұстап ал. Оқы. Тыңдаймыз. Түркістан автономиясы 1917 жылы қарашада өткен 4-ші өлкелік төтенше мұсылман съезі орталығы Қоқан болатын Түркістан автономиясын Түркістан мұхтарияты құру жөнінде шешім қабылдады. Автономия үкіметін көрнекті қоғамдық саяси қайраткер Тынышбаев кейін Мұстафа Шоқай басқарды. Мұстафа Шоқай бүкіл Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктіріп, оны демократиялық Ресейдің құрамына енгізу идеясын қозғады. Жарайсың, жақсы. Кәнекей, Шынар. Жақсы, алаш автономиясы, жарайсыңдар. Ал енді тілімізге берілген тапсырмаларға. Ал балалар, мынау 3 жақты түсіндірме күнделігі әдісі бойынша бірінші топқа ең маңызды ақпарат берілген еді. Кәнекей бастайық. Аятжан. Біріншісі 1917 жылы желтоқсанда Алаш партиясы жалпы қазақ съезінің өтуі. Ол съезде қазақ халқының
маңызды құжаттарды қабылдаған туралы. Иә, ең маңызды, иә. Екінші ең маңызды ақпарат ол Алашорда үкіметінің деген атпен уақытша халықтық кеңес үкімет құрылғаны айтты. Жақсы. Келесі. Олардың уақытша кеңесі 25 адамнан тұрды. Олар басқа халық өкілдері болды. Басқа өкілдесі сол құрамға кірді. Олар әрбір бостан жетті, сонымен қатар туған жері саналмаған 8 адамнан. Ең негізгі ақпарат, жарайсың. Төртінші негізгі ақпарат Алашорданың уақытша халықтық кеңес төрағасының сайлауына демократиялық негізде өтті және оған Әлихан Бөкейхан және Құлманов және Тұрлыбаев өз кандидатурасын ұсынған болды. Және жастар дауыстан қорытындысы бойынша дауыс жинап сол уақытша алаш қозғалысының белгілі қайраткері Әлихан Бөкейхан сайланды. Жақсы. Демократиялық сен шатасып қалдың, иә? негізгі ақпарат бұл жерде жетісу жерінде Алашорда милициясын құрып жасақтауда оныншы Айжан Зорин танытты. Алашорда үкіметінің мүшесі қоғам қайраткері ағартушы отыншы Айжан 1992 жылы тамызда ерлікпен Иә, жақсы. Жақсы, бірінші топ жарайсыңдар. Ал енді екінші топқа неліктен деген сұраққа жауап берді. Кәнекей, қандай? Ақтар неге Алашорда автономиясын мойындамады? Кәнекей, қайсымыз айтамыз, қай топ айтады? Кәнекей, Айша? Менің ойымша себебі олар түркі халықтарға қосылудан қорқытты. Жақсы, түркі халықтарын тағы да бір нені қосуға болады бұл жерде. Кәнекей, тәуелсіз мемлекеттің тәуелсіздік алуынан қорықты десек те болады. Алашорда үкіметінің күші неліктен әлсіреді? Алашорда үкіметінің неліктен? Кәнекей, Темірлан? Армаз басқа сұрақтар. Қару-жарақ жетіспеушілік. Қару-жарақ жетіспеушілік па, әлде қару-жарақтың жаңа қалай дейді? Әлсіздігі де емес, қалай десек болады? Қаруланғаны тым жұпыны болып десек те болады, дұрыс па? Және де бұл жерде ақпарат не деп беріп тұр? Өзбек қазақтардың дейді 2000 әскері сақадай қаруланған большевиктердің әскеріне тойтарыс бере алмады дейді. Жақсы. Ал, келесіміз. Неліктен алаш қайраткерлері демократиялық құрылымды жақтайтындармен большевиктерге қарсы одаққа кірді? Иә, не себептен алашордалықтар ең басында Сібір үкіметінің құрамына кіріп кетті? Не себептен? Ал енді осы сұраққа қайсымыз жауап береміз? Дәурен? Алаш қайраткерлері Ресей қоғамының жалпы демократиялық талаптары болды. 1917 жылғы ақпан революциясының жеңісін табанды қорғады. Өлкеде кеңестер өкіметі орнаған соң онымен келісімге келу әрекеттері сәтсіз аяқталды. Осыдан кейін алаш қайраткерлері демократиялық құрылымды жақтайтындармен большевиктерге қарсы одаққа кірді. Жарайсың, міне, иә, сонда сол себептен де олардың одаққа кіруі, Түркістан автономиясын большевиктердің жабуы, қазақ газетін жауып тастауы, Алашорда партиясын неғылу, ыдыратуы, жұмыс істемеуге тыйым салу, жұмыс істеуге тыйым салу. Осындай әрекеттерден кейін ғана олар ақтарға қосылып, жаңа Сібір уақытша үкіметке бірге большевиктерге қарсы шықты. Жарайсың. Келесі сұрақтарың бар ма? Кәнекей, Арман? Негізінен Қызыл армия Алашорда үкіметіне қарсы болған. Жақсы. Неліктен? Кәнекей, қайсымыз айтамыз? Менің ойымша, үкімет Алашордаға себебі ол Алашорда өзінің тәуелсіздігін қайта алып, жерасты байлығын өзіне қайтып алып алады деп шықты.
Жақсы, сонда бұл жерде болашақта тәуелсіз мемлекет болуынан қорықты. Және де Ресей империясының құрамынан шығып кете ма деп қорықты, иә? Ойың солай ғой? Дұрыс, жарайсың. Келесі сұрақ. Неліктен Алашорда Орынборда Атаман Дутовпен одақ жасасты? Не себептен Атаман Дутовпен дейді Орынборда? Неге? Кәмке Айша, неге себептен екен? Кеңес үкіметінің құлайтын жағдайларында кеңестерге қарсы бірігіп күресу мақсатымен Орынборда Дутовпен одақ жасасты. Жақсы, жарайсың. Бар ма сұрақ? Болды ма? Так, неліктен ұлттық автономиялардың тарихи маңызы зор? Неліктен бүгінгі қарастырып отырған ұлттық автономиялардың құрылуының тарихи маңызы зор дейді. Қайсың жауап бере аламыз, кәмке? Өз ойларыңды жеке-жеке кәмке. Алаш зиялылары Алаш автономиясын құруда ұлттық бірлік пен аумақтық тұтастықты басшылыққа алды. Тағы да не қосуға болады? Тағы да. Болды ма? Мен қосам деген. Айша, не? Өз ойыңды. Алашорда мұқтарияттары ұлт-азаттық қозғалыстары мен мемлекеттік дәстүрдің жандануына үлкен ықпал етті. Жақсы, тағы да ең негізгісін ойлана алмай отырсыңдар. Ең негізгісі бұл жерде. Балалар, осы автономиялардың құрылуы кәдімгі Қазақстан Республикасының құрылуына үлкен рөл атқарады. жарайсың. Міне ең негізгісі сол. Біз 20 ғасырдың басында аңсаған тәуелсіздігімізді қазір кезде 21 ғасырда осы тәуелсіздік уақытында өмір сүріп жатырмыз. Жақсы. Енді сұрақ дайында деген кәдімгі бір-екі сұрақтан. Кәдімгі баста, Қайсар, тыңдаймыз? Жауап бересіңдер? Автономиясын кімдер басқарды? Түсінбедім. Түркістан автономиясын кімдер басқарды? Иә, Арман? Тынышбаев басқарды. Одан кейін Мұстафа Шоқаев. Жарайсың. Сұрақ. Сұрақ. Жетісу жерінде Алашорда милициясын құрып жасақтағаны кім? Дарын. Жақсы. Темірлан. Алаш партиясының екінші жалпы қазақ съезі өтті. Ол қай жылы қай жерде өтті? Және онда қандай мәселелер қозғалды? Жалпы қазақ съезі қай жерлерде өтті дейді? 1917 жылы желтоқсан айында Орынборда екінші жалпы қазақ съезі өтті. Ода қазақ халқының Жақсы, сұрақ солай қойылды. Қай жерде болды? Қаралған мәселелер сұрамады, е? Сұралды ма? қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінің құжаттары қабылданды. Жақсы. Салт дәстүрлі, сондай жағын айтып отырсың ба? Қандай мәселелер қаралды? Жақсы. Сұрақ Назерке. Алашорда съезінің не жариялады? Алашорда съезі не құрылғаны туралы жариялады? Не құрылды? Я, Замза? Қандай үкімет? Я, кәмке? Халықтық уақытша халықтық кеңес құрылған туралы мәлімдеді. Тағы да сұрақ? Я, Айғаным? Алашорда автономиясы орталығы қай болды? Қай қала болды, кәр Айзере? Семей. Семей қаласы болды. Жақсы. Сұрақ? Аксиялардың астанасы Ташкент болды, сол Ташкент қаласы, сол Ташкент қай үкіметтің аймақтарында орналасқан? Иә, кәмке? Ол Түркістан автономиясының жерінде орналасқан. Түркістан автономиясының жерінде орналасты. Тағы да бір сұрақ. Кәмке, Димаш? Қайталап? Алашорданың батыс бөлімінің Төрағасына кәмке?
Жаһанша Досмұхамедов. Жарайсыңдар, балалар. Енді жаңа мен сендерге бағалау парақтарын беріп қойғам. Әр топ келесі топты бағалайды. Осы тапсырмалар қалай орындалды? Қойылған жаңағы қалай айтсам екен, мақсаттарына жете алды ма? Әрбір топ. Кәнекей, бірінші топ мынау топ туралы, екінші топ сендер арғы топ туралы, және үшінші топ келесі топ. Солай жалғаса береді. Тез бағалап жіберейік. Кәні жақсы балалар, мынау үш жақты түсіндірме күнделігі бойынша берілген тапсырманы өте керемет орындады. Ең маңызды ақпараттарды жазу керек еді. Бірінші топ өзі орындап шықты. Екінші топ неге деген және неліктен деген сұраққа жауап беру қажет еді. Керемет дайындады. Және ақпаратты оқи отырып, үшінші, төртінші топ сұрақ түзу керек еді. Ол сұрақ сабақ барысында түзілді. Керемет, жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, мынау тез жылдам 4 топқа 4 тест таратамын. Соны тез және әрине бұлттар бағаланады. Ал тез 2 минут уақыт. Ақытымен жұмыс болса болады. Сіздер қосаңдар, әрине ақпараттарды сеп табуға болады. Карабашкин белгісеңдер, не жақсы болады. 2 минут уақыт болды ма? Ал болды балалар, уақыт болып жатыр, тез етеміз. Жақсы, қанекей, екінші топ болып қалды. Тез алып кел. Жақсы. Бірінші топ сендер болыңдар ма? Кәнекей. Үшінші топ. Жақсы. Төртінші топ. Кәнекей, тез. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы. Енді үйге не беріледі? Дәл осы тақырыпта қазақ ұлттық автономиялар туралы кішігірім өз ойларыңды білдіретін эссе, тарихи эссе жазып келесіңдер. Жазып қояйық. Және де бүгінгі сабаққа қатысқан барлық топ өте белсенді қатысып отырды. Керемет. Соның ішіндегі бүгінгі бағалайтын болса, сендерде бағалау парақтары бар. Басында таратып қойғам. Ал енді осы топ туралы 1-2 ауыз. 2 жұлдыз 1 тілек дейді ғой. Бар ма? Кәнекей, бірінші топ. Бастаңдаршы. Екінші топ туралы. Иә? Біздің топтың ойымызша екінші топ
сабаққа белсенді қатысып отырып, өзінің тапсырмаларын жақсы орындады. Қысқасын айтқанда, белсенділігі керемет болды. Жақсы. Екінші топ, үшінші топ туралы. Әсел? Иә, Замза, келесі топ туралы айта берсең болады? Төртінші топ осы маңызды, дұрыс әрі жақсы сұрақтар қарастыра отырды десем. Келесі топ сендер? Менің ойымша, бірінші топ өте жақсы сұрақтарға өте жақсы жауап беріп отырды. Біз ақылдас етуге бірінші топқа 10 балл қоямыз деп шештік. Жақсы, жарайсыңдар. Иә. Әдісі бойынша сұрақтар жақсы жазып, Белсенді ат салысып отырды. Жақсы, жарайсыздар, керемет өтті балалар, құрметті оқушылар. Енді үй тапсырмасы берілді. Сау болыңыздар.